15 миллион аудиториясы бар ерлі-зайыпты блогер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегеноваға сот үкімі шықты. 10 жылдан бері блогерлікті кәсіпке айналдырған ерлі-зайыпты заңсыз лотерея ұйымдастырып 247 миллион теңге тапқан. Ну что, біз дайынбыз. Сіздер дайынсыздар ма? Бір машина, 2, 3, 4, 5, боже мой, 6, 7, 8, 9, 10. Сондай-ақ қаражаттың бір бөлігін депозитке салып, 560 мың теңгені заңдастырған үшін кінәлі деп танылды. Алайда бастапқыда айтылған 7 жылға, тіпті 4 жылға да сотталған жоқ. Прокурормен келісімге келіп, жазасын барынша жеңілдетті. Оқиғаның қалай өрбігенін шолып өтейік. 2025 жылдың тамызында туризм және спорт министрлігі желіде ұтыс ұйымдастырған блогерлерді анықтап, оларға айыппұл сала бастады. Назарға іліккендердің бірі Жанабыловтар. Назарға ілігетіндей де бар, олар бір емес бірден 10 көлікті ұтысқа тікті. Ұтысқа қатысу үшін алдымен Қытаймен сауда жасауды үйрететін курсты Жанабыловтардан сатып алуын қажет. Блогерлер курсты 30 мың теңгеге бағалаған. Ал заңға сәйкес оператор ретінде тіркелмеген тұлға лотерея ойната алмайды. Курс сатып лотерея ұйымдастырған басқа блогерлер айыппұл төлеп құтылған. Ал Жанабыловтар әкімшілік хаттамаға қол қоймай, айыппұл төлеуден бас тартқан. Содан кейін сот блогерлердің әрекетінде қылмыс белгілері бар екен деген уәжбен істі экономикалық тергеу департаментіне жолдады. Жарты жылға созылған тергеу барысында блогерлерге тағы бір айып тағылды. Ол қылмыстық жолмен табылған ақшаны заңдастыру. Ол үшін 7 жылға дейін абақтыға қамалуы мүмкін. В общем, я думала, что этот год мы закончим на хорошей ноте, на позитиве, но Дэр города Астаны не хочет по-хорошему. Передам, наверное, слово нашему адвокату. Да, у нас на данном этапе Департамент экономических расследований вынес 2 постановления о признании супругов Эльмиры и Ербулата подозреваемыми по уголовному делу. Статья 214. И я считаю, что такая конструкция обвинения, оно является незаконным. Я сейчас объясню почему. У нас в Уголовно-процессуальном кодексе конкретно написано, что показания супругов не могут быть положены в основу обвинения, и такие показания признаются недопустимыми. Әдетте көпшілік алдында жүргенді жөн көретін блогерлер сот басталған тұста өздерін фото-видеоға түсіруге қарсы болып, тіпті істі жабық қарауды да сұраған. Кейіннен соттағы соңғы сөзінде көз жасына ерік беріп, тағылған айыпты ішінара мойындады. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқанымыз рас деп, бас бостандығынан айырмауды сұраған. Частично я признаю. На тот момент, когда вот Адам сот полой, сол где нам не разъясняли, нам не говорили, что это неправильно, это вот нарушение правила. Нам ничего не говорили, нам просто сказали, не подписывай, завтра уголовный будет, еще алтай не будет. Нам ничего не говорили. Хотя на тот момент, когда в комитете я был, я вот, уважаемый суд, знал, что я и моя супруга, мы готовы были подписать. Я не знал, что қазір осындай шаруа, осылай, не знаю, үлкен уголовныйға келеді. Мне не хотелось бы, честно, супругу вместе перед, не знаю, бүкіл халыққа осындай мазақ болып тұрғанға, я не хотел бы, перед судом тоже не хотел бы. Да, мы незаконно сейчас незаконным предпринимателем занимаемся. И это об этом 214. Я признаю по 214, а вот 218 я не могу признать. А там, чтобы вы понимали, счеттан, вот, чтобы понимали журналисты и уважаемый суд, сам журналист, мен аж білген жоқпын. Мен вот следствие болған кезде я начал понимать, что такое, как она сделала, что было деген. Она, менің пониманием, жаңа бизнес счетнан, жаңа бизнес депозиты бар, между счетами просто она перевела, чтобы увеличить призовой фонд. Эльмира Төлегенова да күйеуінің іске мүлде қатысы жоқ екенін айтып, қолымен жасағанды мойныммен көтеремін деп ағынан жарылды. Жаль, что сейчас, конечно же, все это перевело вот к такому. Мы сейчас здесь все находимся. Очень большое давление оказывается, помимо того, что это было
на этапе расследования, и сейчас общественный резонанс, СМИ, комментарии. Это все очень сложно, конечно, пережить. В целом, очень сильно бьет как на ментальное здоровье, психическое здоровье. Поэтому я готова понести ответственность. А вот касательно 218-й, мне, честно, очень-очень обидно. У меня вызывает очень много вопросов, почему данную статью нам меняют. Как я уже говорила, ощущение, дабы утяжелить 214 статью. Все эти вот сколки, комментарии, вот, они сами не захотели оплачивать, они хотели судиться с государством. Не было такого намерения, не было. Бастапқыда прокурор ерлі зайыптының мүлкін тәркілеп 4 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Соттағы соңғы сөзінде Эльмира Төлегенова прокурормен процесті келісімге келетінін мәлімдеді. Осылайша жазасын жеңілдетуге алғашқы қадам жасады. Келісім нәтижесінде прокурор бастапқы ұстанымын өзгертіп, блогерлер үшін жеңіл жаза сұрады. Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, и нормы уголовного закона, которые могут быть применены к подсудимым, это, уважаемый суд, наличие на воспитание 3 малолетних детей возрастом 10 лет, 6 лет, 5 лет, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения в размере 247 653 229,5 тенге, который был погашен. Признание вины и чистосердечное раскаяние, уважаемый суд. Осылайша Ерболат Жанабылов мүлкі тәркіленіп, шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Осы уақытта блогер пробациялық бақылауда болады, яғни түнгі 10:00-ден таңғы 6-ға дейін үйінде болуға тиіс. Жанабылова Ерболата Нурлубекұлы признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 214, пунктом 1 части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание по статье 214 части 2 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с конфискацией имущества. По статье 218 части 2 пунктом 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан с применением статьи 55 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан в виде лишения свободы сроком на 2 года с конфискацией имущества. В соответствии со статьей 58 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Жанабылову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с конфискацией имущества. Ал әйелі 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда балаларының болуына байланысты жазасын өтеуге 2 жылдан кейін жіберіледі. Екеуі бірлесіп 247 миллион теңге төлеп 8 автокөлікті мемлекет пайдасына берді. Алайда үкім күшіне енгеннен кейін өздерінің 315 миллион теңге тұратын 2 көлігін қайтарып алады. Осылайша бірнеше айға созылған блогерлер сотына нүкте қойылды. Жанабыловтар сот үкіміне апелляциялық шағым бермейміз деп отыр. Елді шулатқан блогерлер тым жеңіл жазамен құтылып кетті ме, әлде сот әділ шешім қабылдады ма? Ойыңызды пікірге қалдыра кетіңіз.